Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 29-шы күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде ұлттық тағамдарымыздың бірі жаппасай тағамы, оңай әрі тез уақытта жасалатын муравейник торты, және құймақ себет салаты. Сіздерге бүгінгі ас мәзірі қызықты әрі пайдалы болады деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен муравейник тортының қамырын дайындаймыз. 200 грамм бөлме температурасында тұрған сармайға 125 грамм қант салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Араластырып жатқан кезде ыдыстың шетіне қант түйіршіктері тұрып қалады. Соларды да бірге осылай араластырып отыру керек. Сармай мен қантты жақсылап араластырып болған соң 125 грамм қаймақ саламыз. Содан соң қаймақты да жақсылап араластырып аламыз. 15 грамм қопсытқыш пен 640 грамм ұнды сұйық массамызға біртіндеп салып араластырамыз. Бізде осындай үгітіліп тұратын қамыр шығуы керек. Қамырдың түйіршіктері басында жабыспауы мүмкін. Аздап илеген соң жабысатын болады. Дайын болған қамырды қапшыққа орап, мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында тағамымыздың салмасын жасайық. Бізге қажетті заттар: ет, сельдерей, сәбіз, пияз, картоп, қызанақ, болгар бұрышы, сарымсақ, тұз және дәмдеуіштер. Қазанға май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға етті салып жақсылап қуырып аламыз. Пияз салып, пиязды да жақсылап қуырамыз. Пияз алтын түске енген соң сәбіз саламыз. Сәбізді де 2-3 минут шамасында қуырамыз. Содан соң болгар бұрышы, қызанақ, сарымсақ, сельдерей салып, оларды аздап ғана қуырамыз. Қызанақтың орнына өз қалауыңыз бойынша томат пастасын қолдансаңыз да болады. Тұз бен дәмдеуіштерді салып араластырамыз. Содан соң біздің көкөністеріміздің бетінен келетіндей етіп суық су құямыз. Қазанның бетін жауып 15 минут ең төмен отта қайнатамыз. Осы уақыт аралығында жаппасайдың қамырын жасаймыз. 400 грамм ұнға жарты шай қасық тұз, 1 жұмыртқа және 170 мл бөлме температурасында тұрған су құйып қамыр илейміз. Қамырды барынша қатты қылып илеңіз, жұмсақ қамыр болып қалмасын. Біздің қамырымыз да дайын. Енді қамырды қапшыққа салып 15 минутқа тындырып қоямыз. Ал енді торттың кремін жасайық. 200 грамм бөлме температурасында тұрған сармайдың өзін араластырып аламыз. 400 грамм сгущенканы аз-аздан сармайға салып араластырамыз. Барлығын бірден көп салуға болмайды. Мен бүгінгі рецептте қарапайым сгущенканы қолдандым. Оригинал рецептте вареная сгущенка қолданылады. Біздің креміміз де дайын. Мұздатқышта тұрған қамырымыз қатты қамырға айналды. Енді қамырды 2 бөлікке бөліп үткіштен өткіземіз. Қамырды үткіштен өткізуді бастағанда духовканы 160 градусқа қыздырып қойыңыз. Үткіштен өткен қамырды 160 градус қызып тұрған духовкада 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Қамырдың екінші бөлігінде үткіштен өткізіп пісіреміз.
Ал енді салатты жасауға кірісейік. Ең алдымен салаттың себетін жасап аламыз. 250 мл сүтке 1 жұмыртқа, шай қасықтың ұшында тұз бен қант және 3 ас қасық өсімдік майын құйып араластырамыз. 4 ас қасық шамасында ұн және шай қасықтың ұшында ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Дайындап қойған құймақты қызып тұрған табаға салып пісіріп аламыз. Дайын құймақтарды төңкеріліп тұрған стаканға жауып, 150 градус қызып тұрған духовкада 10-15 минутқа салып қатырып аламыз. Ал енді тағамымыздың қамырын жайып шығамыз. Қамырды жайып жатқан аралықта қазанға дайындап қойған картопты салып, сорпаның суы тартылып қалған болса, керегінше су құйып, қазанның бетін жауып бұқтырып қоямыз. Жаппасайдың қамырын тым жұқа етіп жаюға болмайды. Мантының қамыры сияқты аздап қалыңдау етіп жаю керек. Содан соң осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Картоп қазанда тым көп бұқтырылып тұрмасын. Тек жартылай ғана піссе жеткілікті. Картоптың бетіне кесіп дайындап қойған қамырларды осылай салып шығамыз. Алғашқы қамырлардың бетін осылай сорпаның бетінде шығып тұрған маймен майлап шығамыз. Содан соң келесі қамырларды салған кезде қамырлардың арасын сары маймен майлаймыз. Осылайша қазанның бетіне барлық қамырларды салып шығамыз. Содан соң қазанның бетін жауып, жарты сағатқа астын орташа градусқа қойып бұқтырамыз. Біздің құймақтарымыз да қатты. Енді оларды стаканнан аламыз. Біздің себет құймақтарымыз өз формасын осылай жақсы ұстап тұрады. Және де торттың коржы пісіп суыды. Бұл корж өте үгітілгіш болып тұрады. Оны қолмен немесе оқтаудың көмегімен ұсақтап аламыз. Ұсақталынған коржға дайындап қойған кремді салып, жақсылап араластырамыз. Тортты тарелкаға салып, үйіліп тұрған формаға келтіреміз. Біздің муравейник тортымыз да дайын. Ал енді себеттің ішіне салатын салатымызды жасайық. Мен бұл салатқа алма, банан, консервіленген ананас және йогурт қолдандым. Сіз өз қалауыңыз бойынша басқа да жемістерді қолдансаңыз болады. Біздің салатымыз да дайын. Салатты құймақты себетшелерге салып, грек жаңғағы және сахарный пудрамен безендіруге болады. Және де біздің бүгінгі жаппасай тағамымыз да пісті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырлар бір-біріне жабыспай, арасы жақсы пісетін болады.
Біздің бүгінгі ауызашардың 29 күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.